Сегодня 12 сентября, важный день для Казахско-американского университета, потому что мы празднуем свое 22-летие. Да, сегодня у нас день рождения, 22 года Казахско-американского университета с момента основания. Основателем является наш президент Хусейнов Амирлан Айдарбекович. И вот за нами стоит наш символ КАУ, куб в кубе, который будет постоянно вращаться как вечный двигатель. Это идея нашего президента Амирлана Айдарбековича. Наши архитекторы ее воплотили. И вот сегодня у нас будет торжественное открытие этого нового символа, который, я думаю, займет достойное место в традициях и сердцах наших студентов и преподавателей. Спасибо большое. Қазақ-Америка университетінің 22 жылдығына арналған іс-шараға қош келдіңіздер. Добрый день! Приветствуем наших уважаемых гостей, профессоров и выпускников Казахско-американского университета. Добро пожаловать на мероприятие по случаю празднования 22-летия КАУ. Алғашқы сөз кезегі халықаралық білім корпорациясының директоры Бейсенбаев Ерік Тұрашұлына беріледі. КАУ туған күн құтты болсын. Бүгінгі сіздердің туған күндеріңізге Қазақ-Америка университетінің негізін қалаушы президенті Хусейнов Амирлан Айдарбекұлының атынан сіздерге сыйлық қабыл алыңыздар мына кубты. Куб деген тұрақтылықтың белгісі, ол беріктіктің белгісі. Төрт қабырғасы тең, төрт құбыласы тең. Сондықтан Қазақ-Америка университеті болашақта да білім беру кеңістігінде теңдей жүзеді деп жоғары биікте болады деген сенімдеміз. Құтты болсын туған күн. Малая архитектурная форма построена на основе творческой идеи архитекторов, которые работают в Казахской головной архитектурно-строительной академии и в колледже при Казгаса. Хочется особо выделить тех, кто осуществил, реализовал этот проект. Это преподаватели, художники, дизайнеры колледжа при Казгаса. И я думаю, они вложили сюда весь свой творческий потенциал. Эта малая архитектурная форма будет каждый день радовать вас, когда вы будете приходить в свое учебное заведение. Всем желаем успеха. Спасибо. На самом деле, вот куб – это такое вот, одно из основных платоновских тел. То есть оно лежит вот в основании всего вот развития мира. Ну, еще не просто куб. Вот посмотрите, как он поставлен. Да? То есть вот эта вот ось, она смотрит вверх, вертикально. И стоит на пирамиде. Не просто пирамида, вот, а такая вот треугольная пирамида, где каждая грань его треугольник. А треугольник, мы знаем, из сопромата, это самая устойчивая фигура. То есть, какое будет основание, такое будет и надстройка. Ну и вот сегодня Эрик Турашевич пожелал такого вот, так сказать, вот счастливого плавания КАУ и вот с таким вот новым символом. И я хочу сказать, на самом деле, как назовешь корабль, как он поплывет, да, это такая вот известная поговорка, вот. Но 80% и даже больше информации мы воспринимаем через зрительные, визуальные образы. Вот. И сегодня мы с вами видим, что вот это вот мощный куб, который охраняет сам символ вот этого КАУ в виде крутящегося тоже куба, но цветного куба. И вот это, так сказать, вот и самого символа КАУ гепара, тоже такой вот очень интересной архитектурной и конструктивной формы. То есть здесь вот сошлись вот все, так сказать, вот архитектурные дела. Я думаю, что вот теперь у КАУ теперь обречен просто на успех. Поздравляю еще раз вас с праздником. Спасибо. This hit that ice cold on the shelf, like that white gold. These funk for them good girls and good girls straight from the street. Darling, wallet, living it up in the city. Got checks on the state alone, gotta kiss myself so pretty. Too hot, the police and the firemen are too hot. Make a dragon wonder inside, man, I'm too hot.
say my name, know who I am too hard. I'm a bad now, then you can break it down. Girl, say hallelujah. Girl, say hallelujah. Girl, say hallelujah. Cause I'm so fun, gonna give it to ya. Cause I'm so fun, gonna give it to ya. Cause I'm so fun, gonna give it to ya. Suddenly in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Тоже мен деп атайын, тоже мен деп. День рождения, сыграл рождения. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до конца. Ayağlarım sende dilerim, ayağlarım sende dilerim. Orada aşağı bilirdik var. Armağanım yedim, dağım yedim. Canım esiyor, bağalağanım, sezimimde sen, bağalaşanım. Gözümde sürgen, bul yüreğimde, yaralamadım. Жүректен әнім сен үшін салам, өмірдің бәрін өзіңе алам. Бар әлемнен сендей жанды қайдан табам. Себебі сенсің сағынышымның өзіңде ешкім менді табылмас. Қайда болсам да жаныңдамын, жанымдамын сенің жаныңда. You got me thinking, flying, flying. Cause I'm real, but now I'm coming down. Keep taking me higher. Ah, yeah, 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 yeah. Cause I'm burning up, but now I'm coming down. Yeah, I got the fire. Ah, yeah, 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 yeah. Fuego. Kim var kızlarım, kız baladım, kız baladım, kız kavgadım, ay kız karışım. Şalanda kim var kızlarım. Университеттің 5 артықшылығы айта аласыз ба? Иә, әрине. Қазақ Америка университетінің 5 басымдығы туралы сұрап тұрсыз ғой деп ойлаймын. Иә, Қазақ Америка университеті еліміздегі, Қазақстандағы алдыңғы қатары жоғарғы оқу орындарының бірінен саналады. Бұл жаңағы тәуелсіз республикалық және халықаралық рейтингтердің бағасынан да өзінің жоғары деңгейдегі орын алғандығын да үлкен мақтанышпен айтуға болады. Бірінші артықшылығы деп университетте студенттер қауымы мен оқытушылар қауымына толық еркіндік беріледі. Студенттер өздерінің ойларын ашық айтуға, өздерінің жаңағы тұлға ретінде көрсетуге мүмкіндік жасалады. Екінші, басқа оқу орындарымен салыстырғанда біздің университеттің көптеген шетелдік жоғарғы оқу орындарымен келісім шартының болуында. Біздің университеттің студенттері әртүрлі бағдарламамен жаңағы академиялық мобильдік тұрғысында, тағы да басқа кәсіби алмасу тұрғысында болса да, басқа университеттер, шетелдік алдыңғы қатарлы университеттерде барып өздерінің білімін жалғастыра алуы, ол үлкен мүмкіндік деп есептеймін. Үшінші мүмкіндік, біздің студенттер университетте түрлі категория бойынша оқи алатындығы. Мысалы үшін бір тілде немесе
екі тілде, ағылшын тілінде және екі тілде бірнеше категорияда оқып алу, бұл да бір басымдыққа жатады. Тағы да төртінші басымдық ретінде университетте екі диплом алуға мүмкіндігі бар студенттің. Біреуі қазақстандық өзіміздің мемлекеттік диплом болса, екіншісі халықаралық диплом. Халықаралық диплом алуға қол жеткізуге болады. Ол жаңағы арнайы категорияда оқып, диплом қорғау жұмысын ағылшын тілде қорғап, көптеген пәндерді ағылшын тілінде меңгерген, ағылшын тілін терең меңгерген студент сол категорияны бітіргеннен кейін екі диплом алатындығы. Ол да үлкен жетістік деп есептеймін. Университетіміздің тағы да бір басымдығы, мұнда әр студентке жеке тұлға ретінде қарай аламыз. Өйткені студенттер саны шектеулі, сондықтан оқытушылар мен профессорлар құрамы әрбір студентпен жеке тұлға ретінде қарап, оның үлгерімін, оның мақсатын, оның болашағына жақсы маман болып қалыптасуына үлкен мән беруге жағдай салған деп ойлаймын. Студенты, сотрудники и выпускники Казахского американского университета, поздравляю вас с днем рождения нашего университета. В этом году 12 сентября исполняется 22 года с момента основания. Хотел бы вам всем пожелать крепкого здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего.